Баршаға сәлем, сіздермен бірге мен әдеттегідей Дорамшик ағай. Бүгін тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай Вабанк дорамасы туралы айтамыз. Вабанк сериалы арқылы. Бұл қазақстандық телеарнадан көрсетілген алғашқы дорамалардың бірі еді. Мен жалпы инстаграмға салған кезде скучно деп жазған жерлерім бар. Көбісі қалай ол скучно, біз 2 рет көреміз, 3 рет көргенмін, 10 рет көргенмін деп жатты. Сондықтан да бүгін Вабанк дорамасын орысша айтқан кезде обозревать етемін. Осы дорамада басынан бастап соңына дейін көрдім. Ең қызық жерлерін ноутбугіме жазып алдым. 11 бет болыпты жазғаным. Енді әрине қысқартып, қысқаша айтуға тырысамын. Тағы да айта кетейін, өткен жолғы видеомда да айтқанмын, мен бұл жерде жалпы сериалда не болғанын айтып берушімін. Яғни андай бір қатты бір обзорщикпін деп те айта алмаймын. Жалпы дорамада не туралы болғанын айтамын, одан кейін соңына қарай өзімнің ойыммен міндетті түрде бөлісемін. Олай болса бастайық. Бізде бірінші бөлім ол казинодан басталады. Мынау казино покер деген чемпионат болып жатады да, Кимина сәл кешік келеді, дегенмен де әрине келеді. Одан кейін ол басшысын қорғаймын деп оққа ұшады, ал сол кезде шіркеуде ақ көйлектегі бізге Мин Суйонды көрсетеді. Сонымен сол жері болады да бізді бұрынғы шағына оралтады. Бұл жерде Кимина кішкентай ғана көкесімен бірге, дядясымен бірге автобуста отырады. Автобуста екеуі покер үйретіп отырады дядясы. Одан кейін дядясы мынау жұмыртқа сатып жатқандардан жұмыртқа алады деген сияқты сондай жерлері көрсетеді. Сколько живу, первый раз вижу такого болвана, как ты. Сколько можно путать? Пора бы уже запомнить. Солай екеуі бірге түрлі құмар ойынды ойнап жүреді, покерді ойнап жүреді түрлі жерлерде. Ол кезде мұның барлығы заңсыз еді. Ол кезде казино деген атымен жоқ еді. Сонымен қашып жүреді де бізге Киминаның жеткіншек шағын көрсетеді. Көкесі екеуі пойызға отырған кезде сол жерде 2 өрімі бар, әдемі қыз отырады. Бірақ ол қыз бұл 2 адамды бірден жақтырмайды. Неге? Өйткені екеуі мынау жұмыртқа сатып жүргендердің жұмыртқасын алады, сөйтіп жеп отырады, тіпті қызға да ұсынады. Қыз бас тартады, ол ұрланған зат қой деп сонымен кетіп қалады. Ол қыз әрине Мин Суйон еді. Вы же украли. Как же, а? Мы не крали. Он в первый раз на поезде едет. Растерялся, наверное, и забыл. Пойыз тоқтаған кезде ұрылар Мин Суйонның сөмкесін ұрлап кетеді. Ол ұрылар Киминаның достары еді. Сол жерден Кимина мынадай бір қобдишаны тауып алады. Естеріңізде құлай айналып музыка айтылатын сол жерде. Сол нәрсені тауып алады. Кейін ол оның Мин Суйонға тиесілі екенін біліп, оған әрине қайтарып береді. Айтпақшы айта кететін жайт, Мин Суйонның кішкентай кезін сомдаған актриса Хан Джи Мин Сон Хе Кёдан бар жоғы бірақ жас қана кіші. Әрине ол да қазір үлкен жұлдыз. Мин Суйон қалаға әкесін іздеп келеді. Анасы қайтыс болған еді. Кинотеатрға іздеп келеді, өйткені кинотеатрда механик болып жұмыс жасайды. Әкесі келсе, әкесі таяқ жеп жатады. Өйткені таяқ жейтін сондай жерлер өте көп болады, өйткені әкесі қарызға белшесінен батқан. Содан оқу жылы басталады. Кимина мектепке барады. Одан кейін сол мектепте Чонвон деген жігітпен танысады. Ол байдың ұлы, әкесі кинотеатр басқарады. Сабақты өте жақсы оқиды. Сонымен екеуі жақсы араласып бастайды. Содан бір күні кинотеатрда Мин Суйонның әкесін ұрып жатқан кезде Кимина қорғап қалады да, оны көрген Чонвон ол да солай қорғаштап жүреді. Солай
бізде дорама басталады, бірінші серия сонымен жалпы аяқталады дегенім ғой. Сонымен Чон Вон Киминаға жақын болады, оның достарымен танысады, бірге бұзақы істермен айналысады. Сонымен банданың бір адамы Киминаның покерді жақсы ойнайтын, әрі жақсы төбелесетінін біледі. Алайда Кимина әрине оның бандасына қосылудан бас тартады. Сонымен бізде Мин Суйон енді әкесінің мен бірге тұра алмағандықтан ол шіркеуде тұрып бастайды. Шіркеуде оның монахиня дейді. Монахиня оның сол діндегі аты Анжела. Суйонның әкесі Киминаның дядясына келіп, сол екеуі покер үйреніп бастайды. Сонымен бірге покерді ойнайды. Енді мінеки қарыздарынан құтылатын болдым-ау деп барлық ақшаны алады, ұтқан. Сол кезде олармен покер ойнағандар ұрып соғып кетеді Мин Суйонның әкесін. Сонымен Мин Суйонның әкесі қайтыс болады. Дәл сол бандылар Суйонды алып кетеді. Кимина оны біліп, достармен бірге әрине қорғау үшін, алып шығу үшін достармен бірге алып шығады да, сол жерде досының бірі жете алмай қалады да, мынау пойыз жүріп баратқан мосттан төмен қарай секіреді. Сонымен ол ақсаңдап қалады, жағдайы қиын болады. Содан Кимина мен Чон Вон олардан кек аламыз деп, сол бандының қоймасын өртеп жібереді. Ол қоймада жаңа бандының басшысы бар еді, сол басшысы қайтыс болады. Сонымен Мин Суйон әкесімен қоштасады, сол жерде Чон Вон да бар еді, Кимина да бар еді. Оны полицейлер келіп, адам өлтірдіңдер, қойманы өртедіңдер деп екеуін де алып кетеді. Чон Вонның әкесі бай болғандықтан әрине ол босап шығып Америкаға кетіп қалады, ал Кимина 7 жылға бас бостандығынан айырылады. Солай 6 жыл уақыт өтеді. Мин Суйон шіркеуде жүреді. Бір жаны балалар үйі десек те болады, өйткені ондағы шіркеуде балалар ата-анасыз өсіп жатады. Сол балаларға Мин Суйон қамқор болады, тамақтандырады, бірге ойнайды, оларды жуындырады деген сияқты. Ал Кимина жаңа камераға ауысып келеді. Сол жерде ол әрине жаңа дос та табады. Түрмеде де сол покер ойнау болады. Одан кейін бандадағы бір адамды кездестіріп қалады. Мен әлі кек аламын деп айтады Киминаға. Сонымен Мин Суйон Анжела болуды қояды, монахинядан кетеді. Сол монахинядағы бір әйелдің көмегі арқылы ол казиноға жұмысқа тұрады. Ол ағылшын және жапон тілін кішкене білгендіктен солай өтеді. Сонымен Кимина түрмеден шығады, оны досы күтіп алады. Екеуі казинода күзетші болып, оққағар болып жұмыс жасап бастайды. Дәл сол казинода Мин Суйон жұмыс жасайды. Одан кейін Мин Суйонның жанына бір қыз келеді. Бұл негізі казиноның басшысының қызы, бірақ алдымен ол қарапайым қызметкер болып жұмыс жасау керек. Сол екеуі бір бөлмеде болады. Одан кейін сол жерде Чон Вон да қызмет атқарады, менеджерлік жұмысын атқарады. Солай барлығы бір казинода. Кимина Мин Суйонды біраз уақыт таба алмай жүреді, өйткені шіркеуге барады, ол жерде жоқ дейді. Сонымен таба алмай жүрген кезде бірде камерадан қарап отырса, бұл казиноны, сол жерден Мин Суйонды көріп қалады. Әрине оған жүгіре жөнеледі, екеуі кездеседі, бірақ көп сөйлесе алмайды. Бұның бәрі әрине Чеджудода болып жатқан жағдай. Бұл жерде айта кететін жайт, сондай-ақ Киминаны да банда іздеп жүреді, өйткені олар әлі де кек алу керек. Бұл жерде Майкл Чон деген казиноға адам келеді, көп деген соманы ұтып жатады. Ол жерде онымен бірге ойнап отырған қызметкер ол Мин Суйон еді. Егер тіпті көп сома ұтылып қалса, әрине оның жағдайы өте қиын болар еді, бірақ оның арамдық жасап жатқанын Кимина байқап қалады. Сонымен барлығы жақсы болып, казинода өздерінің ақшалары қалады. Сол кезде казиноның басшысы оның Кимина екенін біліп, оны өзіне шақырады. Сонымен сол жерде Кимина мен Чон Вон көптен кейін кездеседі.
казино басшысы Киминаға делдал қойып оған покер үйретеді, ағылшын тілін және жапон тілін үйретеді. Оны үйрететін әрине Мин Суйон, екеуі бірге шіркеуге барады, балалармен Кимина бірге футбол ойнайды, оларды жуындырады, қызықты сондай махаббатқа толы керемет кездер басталады. Когда заработал... Киминаның жаңағы Майкл Чонның жасаған арамдан көргеннен кейін оны питбосс етіп тағайындайды. Әрине көбісі кеше келген адам қалайша деген сияқты көреалмаушылықтар әрине болады. Бұл кезде Чонвонның әкесі мынау казиноны тартып алу үшін түрлі қулықтарға барады. Одан кейін казинодағы қыз, басшысының қызы Мин Суйонмен бірге тұрған, сол Мин Суйонмен тұрудан кетеді. Енді ол әкімшілік қызмет атқару керек, өйткені ол біраз жұмыс жасады, тәжірибе алды. Енді ол бәрібір әкесінің қызы ғой, казино басшысының қызы, сондықтан да сондай қызметтін жалғастырады. Содан кейін Мин Суйон Киминаны ұзақ күтеді, жарты сағаттай күтеді. Жарты сағат күткеннен кейін Кимина келеді, сонымен емтихан алам дейді Мин Суйон. Жарты сағат уақыт береді, бірақ емтиханды дұрыс тапсыра алмайды Кимина. Мин Суйон өте қатты қапаланады. Сол кезде Кимина Мин Суйонның ернінен сүйіп алады. Бұл енді сүйісті деп қабылдайды. Кимина мынау Каннам супермаркет педі, супер бірдеңесінің басшысымен бірге покер ойнау керек. Досы екеуі жасырынып жүреді. Осы кезде Чонвон казинодан кетіп қалады. Сонымен Чонвонның көмегі арқылы Киминамен досы кемеге отырып кетіп қалады. Содан кейін мұздай қара мұз тоңазытқыш жүк көлігінде отырады екеуі. Содан шығыңдар деген кезде олар Америкада екендерін біледі. Ойлаңыздаршы, сол кездегі $3000 қазір тым емес ақша ғой. Ондай ақшаға көлік ала алмайсың қазіргі таңда. Сонымен сол $2000 береді ақыры, қыз иә дейді. Одан кейін бірақ қыз әрине алдап кетеді екеуін. Сонымен екеуі далада қалады. Не жататын үй жоқ, не ақша жоқ, тамақ жоқ. Сонымен екеуі ағылшын тілін мүлдем білмейді. Сонымен жаңағы алдап кеткен қызбен ақыры кездеседі, бір-бірін түсінеді, бәрі жақсы болады. Одан кейін қыз үйіне шақырады, кореялық тамақтар жейді. Байқағаным бойынша бұл дорамада ешкім рамьон жемейді. Ол кездегі дорамаларда көп рамьон жемейтін сияқты. Өйткені қазіргі дорамаларды қарайтын болсаң, міндетті түрде кинода рамьон жейді. Сонымен олар казиноға барады, покер ойнайды. Покерде досы алаяқтық жасайды да, сонымен оны полицейлер алып кетеді. Тіпті оны депортация жасауы мүмкін болады. Сол жерде Кимина да біреумен покер ойнайды, сол жерде өтірік алдадың, өтірік ойнадың деп оны айыптайды, бірақ Кимина оны ұрып жібереді, жоқ бәрі де әділ өтті деп. Содан сол жерде бір миллионер кісі бәрі әділ өтті, мен куәгермін дейді. Сонымен дәл сол миллионер осы Киминаға бірге жұмыс жасауға ұсыныс жасайды. Кимина келсем, бірақ менің шартым бар дейді. Менің досымды шығарып алсаңдар, онда келсемін дейді. Сонымен екеуі үлкен миллионердің оққағарына айналады. Үлкен зәулім сарайда, Америкада. Осы сәтте Мин Суйон жұмыстан шығып кетеді, Америкаға келеді оқу үшін. Америкаға келіп оқуын бастайды. Сонымен даяшы болып жұмыс жасап жүреді. Одан кейін бір қыз айтады, егер шығыстанудан менде диссертация болады, егер маған көмектессең, саған ақша төлеп тұрамын дейді. Ол келіседі. Сонымен дәл сол қыз үйіне шақырады, ал ол қыз Кимина жұмыс жасайтын миллионердің қызы болып шығады. Сол жерде олар бір-бірін көріп қалады алғаш рет. Сонымен Мин Суйон өте қатты таң қалады, өте қатты әрине қапа болады. Сонымен қайта-қайта Кимина келіп жүреді, кешірім сұрайды, бірақ
Мен Сойон оны қабылдағысы келмейді. Әрине кейін барып барлығын түсініп, екеуі үлкен махаббат болады. Америкадан Лас-Вегаске барады, керемет болып жүреді. Сол жерден Лас-Вегаске Чон Вон да келеді. Чон Вон Киминаны көргенде өте қатты таң қалады, өте қатты қапа болады әрине. Солай жүрген кезде бір күні бастығына шабуыл жасайды Киминаның. Сол жерде Кимина бастығын қорғаймын деп оған оқ тиеді. Сол кезде Чон Вон да Америкада жүрді ғой, енді солай хабар естиді. Мен Сойонға айтады, Кимина өліп қалды деп. Сонымен әрине Мен Сойон өте қатты қайғырады, екеуі бірге болады Америкада. Сонымен 2 ай уақыт өтіп, қайғырып екеуі Кореяға қайта оралады. Сол кезде бізге әрине Киминаны көрсетеді, ол оянады, бәрі жақсы болады. Бұл кездерде әрине Киминаны барлығы өліп қалды деп ойлайды. Кимина өзі 8 ай комадан кейін оянады. Сол кездерде мынау бастығы Киминаға алғыс білдіреді, сонымен оған вид на жительство берем, ақша берем дейді. Сонымен Кимина айтады, еркіндік сұрайды, сонымен досы екеуі кетіп қалады. Сол кезде Кимина Чон Вонға хабарласады, өзінің тірі екенін білдіріп. Чон Вон әрине өте қатты таңғалдырады. Чон Вон айтады, сен тірі екеніңді Мен Сойонға білдірмей-ақ қой, өйткені хабарласпай қой, өйткені оның жаны қатты жаралы болып, өзіне енді ғана келіп жатыр деп. Сонымен Кимина дәл солай жасайды. Конечно, это будет звучать жестоко. Но ты недостоин ее. Забудь ее. Я не позволю, чтобы она еще больше страдала. Сонымен Кимина мынау покерді профессионалды түрде үйреніп бастайды. Ал бұл кезде Чон Вон анау бұрын Мен Сойон жұмыс жасаған казиноны да басқарып бастайды. Өйткені бір акцияларын ұта ма, сондай бірдеңе болады. Әрине казиноның басшысы да қызы да өте қатты әбіржіп кетеді, қатты қапа болады. Бұл кезде әрине Мен Сойон шіркеуде болады, балалармен бірге жүреді, оларға киім алып деген сияқты. Бұл трагедиядан барынша өзін аман алып қалуға тырысады. Осы кезде Чон Вон оған жұмысқа тұруға ұсыныс тастайды қонақ үйде. Сонымен қонақ үйде бір басшылық қызметте жүреді Мен Сойон, әрине қабылдайды. Осы кезде мынау әлемдік чемпионат болады покер бойынша, әрине Кимина қатысады. Бізге анау бірінші серияның басында көрсетті, сол сәтті көрсетеді. Сонымен әрине Кимина жеңіске жетеді. Сол кезде казиноның президентінің қызы да Лас-Вегасте болып Киминаны көріп қалады. Кимина Мен Сойонмен бірге жүрген кезде бір әдемі жүзікті көріп қалады. Сол кезде бағасын сұраса $65,000 деген еді, бірақ ол кезде Кимина сатып ала алмаған еді. Осы кезде жаңа енді покерді ұтты ғой, үлкен ақшаға ие болды. Дәл сол жүзікті ол сатып алады. Осы кезде бізде Мен Сойонды көрсетеді. Мен Сойонмен жаңағы Чон Хомет, атын ұмытып тұрмын, казиноның басшысының қызы екеуі кездеседі. Бірге жұмыс жасауға ұсыныс тастайды, бірақ Мен Сойон әрине бас тартады. Сол кезде қыз айтады, мен Лас-Вегасте Киминаны көріп қалдым дейді. Әрине Мен Сойон өте қатты таңғалады. Одан кейін оны Чон Вонға айтады, бірақ Чон Вон оны жоққа шығарып, оған солай көрінген ғой дейді. Осы кезде енді Кимина Майкл Чон дегенмен бірге жұмыс жасап бастайды. Енді ақшалар бар, жағдайлар жақсы, досының да, Киминаның да. Үлкен мынау Чеджудода мынау қонақ үйлерді басқаларға инвестиция жасауды ойлайды. Солай Кимина американдық есіммен Кореяға оралады, досымен бірге оралады. Кореяға келіп Кимина шарапты қалай құю керек, қандай шараптың аты қандай, шанышқыны қалай қолдану керек, гольфті қалай ойнау керек деген сияқты жалпы элиталық өмірге үйреніп бастайды. Кимина осы кезде өзің тергеуші досымен кездеспек болады. Сол кезде бандалар оны пышақтап кетеді. Кимина әрине қорғаштайды. Бір қызық, қазір қарап отырсаң, анау жерден бір көріп отырады да Кимина
пышақталып жатқан, бірақ ұзақ бүйтіп тұрады. Одан кейін жедел жәрдемді шақыра қоймайды. Қызық негізі сол кездің сериалдары. Тездетсеңші дегім келеді да кейбір жерлерде. Сонымен әрине Киминаның бар ойы Минсуйон ғой. Минсуйонға тіпті телефон шалады, ол телефонды алса үндемей тұрады, сондай кездер болады. Сонымен Минсуйон бар өзінің ынтасын, бар жұмысын қонақ үйге арнайды, сол жерде үлкен жоба жасап көпшілікті таңғалдырады. Сонымен Минсуйон Чонвонмен бірге, әріптестермен бірге жобаны сәтті жасағаны үшін караокеде тойлайды. Сол караокеде Минсуйон мына әнді шырқайды. Сол әнді шырқап жатқан кезде, вау, ничего себе дедім. Өйткені бұл әнді мен ең алғаш F4-те тыңдап едім. Бұны пианинода Ким Чанди орындаған еді. Соған қарағанда негізі өте танымал ән сияқты. 그대 내 곁에 선 순간 그 눈빛이 너무 좋아. Осы кездерде бізде Кимина достарымен қауышады, сондай жерлерді көрсетеді. Одан кейін оның мынау жүрегі ауыратын кездерін көрсетеді. Айтпақшы, Киминаның американдық аты Джейми Ким деп жүреді. Сонымен Кимина бұрын Минсуйонға айтады, мен осы шіркеудің қасында жерді айтады, мен осы жерде үй салам, үйде екеуміз бірге тұрамыз деген сияқты жерлер болады. Дәл сол жерді сатып алады. Сонымен Минсуйон сол үй салып жатқан, салып бастайын деп жатқан көреді де сұрайды, не істеп жатсыздар деп, бұл жерде біреу сатып алды деген сияқты нәрселер айтылады. Сонымен Минсуйон Киминаның өлгеніне міне 2 жыл болды деп ақ гүлдерді алып теңізге лақтырып жібереді де, сонымен айтады, міне болды, енді мен Киминаны ұмытуым керек, әрі қарай өмір сүруім керек дейді. Сонымен тағы бір іс-шара болады, оны Минсуйон жүргізеді. Сол жерде Киминаны көріп қалады да, бір қараса ол жоқ. Соны іздеп жүреді, бірақ Киминаны таппайды. Сонымен Кимина дядясына үлкен үй сыйлайды. Дядясы өте қатты қуанады, бірақ ол кезде көкесі оны сыйлаған Кимина екенін білмейтін еді. Сонымен енді Кимина қайтып келмейді деп, сонымен Минсуйон Чонвонның сезімін қабылдауға шешім қабылдайды. Сонымен олар алғаш рет бір құшақтасады. Одан кейін бұл казино және көптеген бір компаниялар барлығы Киминаның компаниясына өтеді. Сонымен Чонвон мен Кимина ақыр кездеседі. Сол жерде екеуі бірге ішімдік ішеді, көптеген сұрақтар қояды Чонвон Киминаға. Минсуйонмен кездеспей ақ қой, жүрегін оның тағы да жаралайсың деп. Сол кездерде Минсуйон Чонвонның анасымен бірге жүреді бір жерлерде. Сол кезде қарап отырсам, дәл Чонвонның анасы және Минсуйон екеуі бірге мұның алдында 2000 жыл шыққан «Осень в моем сердце» деген драмада ойнаған еді. Ол кезде анасы мен қызын сомдаған еді. Осы кезде Кимина мен казиноның басшысының қызы кездеседі. Сонымен Киминаға қыз Минсуйонның визиткасын береді. Сонымен ол кезде Чонвон мен Минсуйон бірге отырған еді. Минсуйон жұмыстарына байланысты шығып кетеді, ол жерден телефон қалып қояды. Сонымен Кимина Минсуйонға хабарласса, Чонвон алады, қатты таңғалады да телефонды қоя салады. Сонымен Минсуйон қайтып келген кезде телефон нөмірін көреді, Кимина екенін түсінеді. Неге? Өйткені дәл сол казиноның басшысының қызы Минсуйонға Киминаның карточкасын, визиткасын береді. Менің ойымша дәл осы қыз екеуінің қосылуына бір өзінің бір көмегі болды десе болады. Сонымен ақыры Кимина мен Минсуйон кездеседі. Оны Чонвон көріп қалып өте қатты жаман болады. Бірақ Минсуйон айтады, енді бізге кездесудің ешқандай қажет жоқ. Енді кездеспей ақ қояйық.
барлығы артта қалсын деп сонымен кетіп қалады. Мне не за что тебя прощать. Не надо страдать из-за меня. Сонымен бізде Кимина жүрегі ауырып жүреді ғой, жүрегі ауырып сонымен құлап қалады. Құлап қалып, досы және қыз екеуі тауып алып, оны жедел жәрдем шақырып алып бара жатқан кезде дәлізде оны Мин Суйон көріп қалады. Қатты таңғалады да, сонымен ауруханаға барады. Кешір, мен олай айтқым келген жоқ, мен сен үшін айттым деген сияқты сондай қатты жылап сықтайды. Сонымен Чон Вонның әкесінің көмекшісі Киминаны қорқытады. Егер осы жобалардан бас тартпасаң, онда сенің ең жақын адамың Мин Суйондың жағдайы қиын болады дейді. Жұмыстан кет дейді, Чон Вон да кет дейді. Әрине ақыры Мин Суйон жұмыстан кетеді. Кимина өзінің жұмыстарын жасай береді. Мин Суйон енді гид болып жүреді, әрі аудармашы болып жүреді. Одан кейін дос екеуі полицияға барып өздерінің кінәсі жоқ екендерін дәлелдегісі келеді. Әрине дәлелдеп, сонымен олардан барлық айып алып тасталынады. Пайдаланып жүр деген сияқты. Сонымен ол Кимина барлық өзінің істерінен бас тартады. Сонымен сол жаққа өзінің жаңағы үй салам деген үй салынады. Сол жаққа Кимина келеді. Сол жерге Мин Суйон да келеді. Кимина айтады, менің бар берерім осы үйім ғана, және өзімнің жаралы жүрегім, басқа ештеңем жоқ дейді. Әрине Мин Суйон соны да қабылдайды. Менімен бірге осы үйде тұрасың ба деп әрине ұсыныс жасайды Мин Суйонға. Мин Суйон әрине келіседі. Өз мәресіне жетті. 10 күн бойы осы 24 серияны көрдім, барлығын жаздым. Ноутбугіме жаңа айтып өткендей 11 бет болды. Бір ортасына дейін маған дораманың фанаттарынан кешірім сұраймын, бірақ өте қатты скучно болды. Прям скучнаның скучнасы болды. Америкада жүргеннен бастап болу керек, маған қызық болып бастады. Сол кезден бастап. Сондықтан мен сториске де салып жаттым, тіпті скучно ғой деген сияқты көбі жағымсыз да пікірлер айтып жатты. Дегенмен де жаман емес, бәрібір де ескі дорама ғой. Көп дорама көргеннен кейін қазір қарасаң, енді бәрібір басқаша, иә. Кішкентай кезімде мен көргенмін. Мен 1995 жылғымын, жасым 30-да. Бұны көбінесе менен сәл үлкендеу адамдар көрген шығар. Миллион рет көбірек көрген шығар. Сондықтан да мен көп жерін ұмытып қалған екенмін. Мен тек менің есімде Мин Суйонның ақ көйлек кигені, Киминаның атылғаны, өліп қалды деп ойлаған жерлер ғана есімде қалыпты да, ал қалғаны есімде жоқ екен. Бірақ әрине дорамадағы әнді өте жақсы білемін. 22 жыл бойы әлі де хит қой. Бұл дорама 2003 жылы шыққан еді, өте қатты танымал болды. Бізде хабардан көрсеттік, кейін еларнадан көрсетті, қателеспесем. Кейін бергеректерде 31 каналдан көрсетті. Актерлерге тоқталайық, бұл жерде басты рөлде Ли Бьон Хён, енді ол Вабангтен кейін өте үлкен звезда болды, өте көптеген дорамасы болды, фильмдері болды. Мысалы, Я видел дьявола, одан кейін Айрис деген сияқты. Ең соңғысы ол әрине Игра в кальмара. Одан кейін Сон Хе Кё. Сон Хе Кё, оның алдында да ол жұлдыз болып оянды. Осень в моем сердце деген дорамадан кейін. Одан кейін де өте қатты жұлдыз болды, одан кейін ода ыстық ұя болды, және өте көптеген дорамалар болды, хит болған. Одан кейін Потомки солнце болды, Слава деген дорамалар өте үлкен, әлі күнге дейін жұлдыз. Екеуі де жұлдыз, әрине. Екеуі кезінде махаббат болды өмірде де, бірақ кейін айырылысып кетті. Одан кейін бізде Джи Сон, мен үшін ең үздік актер. Джи Сонды мен ең алғаш бастықты қорғау керек деген дорамадан көрдім, еларнадан көрсеткен. Кейін Подсудимый болды, Дьявольская судья, Секрет, менің ең сүйікті дорамам Убей меня, исцели меня деген сияқты көп деген дорамаларға түсіп танымал болып жүр. Одан кейін казинодағы басшысының қызы,
Ол актриса енді ондай қатты танымал болған жоқ, бірақ әлі күнге дейін дорамаларға, фильмдерге түсіп жүр. Одан кейін Киминаның досы болып ойнаған актер де өте қатты танымал, көптеген фильмдерде, дорамаларда ойнайды. Ең соңғы дорамасы осы Пак Хён Шикпен бірге болды, дәл осы жылы шықты. Ол да өте қатты танымал болды, сондықтан да дәл осы аталған актерлер өте үлкен жұлдыз. Және айта кететін жайт, әрине осы дорамадағы ең басты музыка, ең басты хитті орындаған әнші, орындаушы Пак Йон Ха өкінішке орай осыдан көп уақыт бұрын өзіне қол салып өмірден өткен еді. Дорамаға қандай баға қойсам екен? Баға қоймай қояйын, иә. Ескі дорама ғой бәрібір де, сондықтан да қызық жерлерде болды, скучно болған жерлерде болды. Мен ойлаймын, негізі 16 серия қылса вообще күшті болар еді негізі. Бірақ енді ол 2003-те мүмкін солай болу керек деп болған шығар. Осылай обзор өз мәресіне жетті. Лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Келесіде қандай дорамаға обзор түсірсем екен? Айтыңыздар, дәл осылай басынан бастап соңына дейін көріп, айтып беріп, соңында өз пікірімен бөлісетін боламын. Сондықтан да міндетті түрде комментарий жаза кетіңіздер. Әрине, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.